Су кіргеннен кейін мына судың бәрі менің қолымның астына кетеді да. Айтуға сөз жоқ. Рахмет. Қалайсың? Осы, міне. Мына жерде тұрсыздар. Осы жерге су толып кетеді постоянно. Мен бірінші этажда тұрамын. Мына есіктен былтыр су кірген. Холодильнигім істемей қалды. Стиралкам ол істемей қалды, потому что су кіргеннен кейін да. Су кіргеннен кейін мына судың бәрі менің қолымның астына кетеді да. Мына кісілердің астына, менің қолымның астына кетеді. Бір жерін жөндесең, бір жері қирап жатады. Қыста менің үйім жылымайды. Міне, тоқпен отырып. Мен ойлап едім, енді осы қысты да жөтел, немен өткіземіз ба тағы деп ше. Рахмет көп. Енді тұрғындар шатыры тесіліп, қабырғасы қақырап тұрған, өмір сүруге мүлдем жарамсыз бұл пәтерлерін тапсырып, су жаңа үйге көшеді. Қала әкімі Ғабит Сыздықбеков мемлекет басшысының тапсырмасымен Шымкентте алғаш рет реновация бағдарламасын жүзеге асыру туралы шешім қабылдады. Бағдарлама аясында бұл ескі үйлер толығымен сүріліп, орнына халық игілігіне қажет заманауи нысандар бой көтереді. Ал ескі пәтер иелеріне кең әрі жайлы жаңа пәтер берілетін болады. Ең бастысы, бұл үшін тұрғындар ешқандай төлем жасамайды. Барлығы тегін. Менің офисім. Екеуміздің пәтерлеріміз осы. Міне, мынау холл, мына жақ кухня, сіздің офис. Қала әкіміне көп рахметімді айтамын. Алла разы болсын, осындай кең сарайда үй беріп жатқанына 6 жыл болды ғой, енді қиналып келе жатқанымызға. Отопление дұрыс емес, жаңағы постоянно су басады. Балаларым жүдеп қала береді ғой, қалай күн суиды, солай жүделеді. Сабақтан қалып жатамыз әйтеуір. Енді Құдай қаласа, жылы үйде, кең сарайда үйде отырамыз деп ойлаймын. Қатты қылмады. 3 бөлмелі. Менің жаңағы үйім 43 квадрат қой. Енді мынау 85 квадрат тұр ғой, екенсі асып тұрды әйтеуір. Рахмет көп. Өте ұнады. Сондықтан ғой айтуға сөз жоқ. Үлкен рахмет. Алланың нұры жаусын. Үлкен рахмет. Бұндай болады деп ойлаған жоқпыз ше. Алысым өте керемет ұнады. Өте керемет. Кең, өте керемет, кең. Просторный дейді ғой. Біздің ана үйді көрдіңіздер ғой қандай? Су алып кетеді, жаңбыр жауса. Түнде де мысалы жаңбыр жауды жүре алмай жатырмыз, Мына жаққа келіп енді бақыттымыз. Қала әкіміне бәріне рахмет. Тоқаевқа осындай іс кіргізіп жатқан қала әкіміне алғысымыз шексіз.